Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Бүгін біз кезекті эфирге шығып отырмыз. Кезекті болғанмен бұл эфир өте ерекше эфир. Бүгін біздің елордамыздағы бақытты отбасы орталығында керемет қонағымыз бүгін келіп отыр. Филология ғылымдарының кандидаты, профессор, абайтанушы Жәлел Омар. Қош келдіңіздер. Енді барлығымыз Омар Жәлелді абайтанушы дейміз, сонан кейін тілі орақ, сондай бір тереңнен қазатын бір ұлттың бір керемет қасиетті дүниелеріне біздің күні түні көзімізді ашып отырған бауырымыз. Сізге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Енді осы жерге жиналған көп балалы аналар бар, елорданың кәдімгі еңбек етіп жүрген, өзінің елордада ойып тұрып орнын алған кәсіпкер аналар бар. Иә, сондықтан қош келдіңіз. Қош болдық. Қош келдіңіз. Абай атамыз айтады, сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дейді. Сөз түзел дейді. Сонда біздің негізгі басы қазіргі кездегі қателігіміз, басты біздің олқылығымыз, басты біздің берекеміздің жоқтығы не? Сөз түзелмей жатыр. Өзіміздің мұсылмандықта, сіздер білесіздер, Алланың 8 субутия сипаты бар, соның біріне кәлам, сөз. Біліп жүрейік, Алланың 8 субутия сипаты бар. 8 субутия дегеніміз тұрақты екен. Субутия. Осыдан кеп қай сөз шығады? Сәбит. Сәбит деген тұрақты деген мағынаны береді екен. Субут, сәбит, сосын испат деген сөздер бәрі түбірлес. Испат кармет деген бар ғой, Теміртауда. Сол мұсылман сөзі. Сәбит, субут, испат, тұрақты. Алланың тұрақты есім 8 екен олар. Біріншісі, көрініп тұрма сіздерге? Біріншісі хаят. Хаят деген не? Өмір. Өзбектер хаят дейді, өмір. Олар мысалы біз өмірді Алланың арабтан келген ислам дін арқылы, бірақ хаят деген сөз бар, ол өмір. Сонда Алла тағала аль-хайюл хайюм дейміз, не? Ол тірі, үнемі. Алла үнемі тірі. Қалғымайды, мүлгімейді. Хаят. Екіншісі, Алла тағала тірі болғаннан кейін ол не? Ол құдіретті. Күшті. Құдірет. Үшіншісі, Алла қалай құдіретті? Өйткені ол ғылым. Алла өзі қандай не? Ғылым деген знание, білім. Алла өзі білім иесі. Алланың білімі қандай? Хәммәні білетін білім. Хәммәні, яғни барлығын біледі. Сонда біз айтамыз, бірісі білмей қалсақ, оны Алла біледі дейміз, айтамыз ба? Айтпайсыздар ме? Айтамыз, Құдай біледі дейміз, бір нәрсені болжай алмаймыз, оны Алла біледі дейміз. Сонда Алланың 8 біріншісі хаят, тірі, ол құдіретті, және ол ғылым. Ғылымды болғаннан кейін құдіретті. Енді төртіншісі, қараңыздар, біз айтамыз, қараңыз, қазақтың тілінде барлығы бар. Қазақ айтады, Құдайдан жасырмағанды адамнан жасыра алмайсың деп айтамыз ба? Айтамыз ғой, Сонда ол Құдайдың сипаты екен, басар деген. Басар. Басар не? Көруші. Көруші. Құдай бәрін көреді екен. Құранда айтады, Құдай тағала біздің дейді, не ойлап тұрғанымызды, не ойлайтынымызды, ішіміздегін бәрін көріп тұрады екен. Сонда біз жасыра алмаймыз Құдайдан, ештеңе жасыра алмаймыз біз. Сол қазақ айтады, Құдайдан жасырмағанды адамнан жасыруға болмайды дейді. Басар. Яғни не? Бұл көруші дедік, Көруші. Одан кейін бесіншісі сәмих. Сәмих деген не? Естуші. Алла естіп тұр бәрін. Бұған байланысты қазақта қандай мақал бар? Сыбырлағанды Құдай естімей ме дейді. Біз жақсы көреміз ғой. Секрет дейміз ғой, секрет. Бұқпантайлап, сыбырлап, біз ойлаймыз, ешкім естімей тұр деп. Алла естіп тұр ғой. Сонда айтады ғой, қазақтың мінезі бұзылғанда сонда дейді, сыбырламай, бұқпантайламай, қазақтың мейірі қанбайтын болды дейді. Сәмих. Енді алтыншы? Енді қараңыздар. Алтыншы бұл не? Алтыншы бізде бұл ирада екен. Ирада. Ирада дегеніміз
қалау, иә, қалау. Мысалы біз айтамыз, иншалла дейміз да, Алла қаласа. Мысалы Алла қаласа біз сол Алланың қалауымен сіздермен кездесіп отырмыз. Алла қаламаса кездесе алмаймыз, иә. Алла қаласа кездесеміз, Алла қаласа кездесе алмаймыз. Сонда қарасаңызда ирада бұл не? Қалау. Енді жетіншісі, осында міне кәләм. Кәләм деген не? Міне сөз. Бағанағы біз айтып отқан, Абай айтып отқан осы сөз түзелді дейді да, тыңдаушы сенде түзел дейді. Сонда кәләм деген сөз екен, міне, сөз. Кәләм. Мысалы, калима деген сөйлем. Ашхаду ла иляха иллалла Мұхаммед Расул деген сөйлем ғой. Кәләм сөз болса, калима сөйлем. Міне, сегізісі тәкуин не? Болдыру. Алла тәкуин. Яғни Алла бол десе болады. Алла өзі тірі болғаннан кейін құдіретті, ғылымды, көруші, естуші, қалаушы және сөйлеуші. Алла сөйлеп тұр. Сонда қараңыздар, Шәкәрім айтады. Сөз қайдан шыққан дейді. Сөз Құдайдан шыққан бұл дейді. Біз ойлаймыз, сөз қайдан келіп жатыр? Ол Құдайдан келеді екен. Бірақ ол қай сөз Құдайдан келеді? Жүректен шыққан сөз ғана Құдайдан келеді екен. Ал енді біздің жаттан сөздеріміз ол Құдайдан келмейді. Ол нәпсінің қалауларымен сөйлейтін адамдар бар. Жаттап алып, ойланбай. Көрдіңіз бе? Сонда көрдіңіздер ғой, сонда сөз деген өте құдіретті нәрсе екен. Адамзатты тау мен тасты жел бұзады. Жел бұзады ғой. Сізді білесіз, керемет тауларды не жел мүжіп тастайды екен. Адамзатты сөз бұзады дейді. Қазір егер біздің мораліміз, біздің руханиятымыз бұзылса, неден? Ол сөзден. Неге? Өйткені біз қазір жүректегі сөзді айтпайтын болдық. Біз қазір жаттап алған сөз айтатын болдық. Яғни ерін, тілмен айтатын сөздер, иә? Сонда қараңыздар, міне неге мен сөзден бастадым? Өйткені сөздің басы бисмилля ғой, иә? Бисмилля деп бастаймыз, Алланың атымен баста сөз. Сонда енді сіздер білесіздер. Сөздің анасы не? Сәлем, иә? Сәлем. Бұхар жауап айтасың. Сәлем сөздің анасы. Көрдіңіздер ме? Сондан біз сіздермен негізі әңгімені бастағанда біз сіздермен сәлемдесіп алуымыз керек. Ассаламу алейкум деп, иә? Неге? Өйткені бұл сөздің анасы. Сөздің анасы. Яғни осы сәлеміміз үзу болса, қалған нәрсенің бәрі орнына келеді. Ал біз қазір кезде подъезде үйден шыққанда адамдармен сәлемдесеміз бе? Сәлемдеспейміз, иә? Сәлемдесу керек екен. Танисың ба, танымайсың ба, бәрімен сәлеметсіз бе? Ассаламу алейкум. Ер адамдар болса ассаламу алейкум. Әйел адамдар болса сәлеметсіз бе, сәлемдесу керек. Неге? Өйткені мұсылманның алдында 6 қарызы бар дейді, соның біріне сәлемдесу. Сәлемдесу. Не? Көріңіз, яғни мына қоғамды жібіту үшін, біздің қоғам не болып қалған? Мұз болып қалған ғой. Біздің жүрегіміз мұз болып қалған. Мысалы, сіз қараңыз, Америкаға барсаңыз, ол мысалы мұсылман емес ел ғой. Бірақ бізге қарағанда мұсылман сияқты. Неге? Кезген адаммен хай дейді. Болып көрдіңіздер, Америкада кім болды? Бар ма барғанда? Болдыңыз, иә? Рас па? Рас. Бәрі сәлемдеседі ғой. Күліп тұрады. Садақаның ең абзалы дейді. Садақа деген бір адамға шынайы жақсылық жасау. Садақаның ең абзалы дейді. Күлімсіреп, адамның бетіне күлімсіреп қарау дейді. Сонда кім мұсылман? Біз біреу әкемізді өлтіргендей бүйтіп жүреміз ғой. Подъезге мінсек жақтырмайын адамды. Лифт жеткенше өліп қала жаздаймыз. Міне сонда қараңыздар, элементарный нәрселер ғой, иә? Осыларды орнына келтіру, сәлемдесу керек. Яғни жылыту керек, атмосфераны жылыту керек, сөзсіз бе? Подъезде, пәтерде, үйде, көшеде атмосфера. Өйткені шетелден келген адамдар бәрі айтады екен, қазақ қоғамы суық дейді. Суық, сөзсіз бе? Америкадан ұшып келген адам шетел емес, тіпті қазақ емес, Москваға барғанда сезіледі екен. Тіпті Америка емес, мына Чехословакиядан келген адам Москваға келгенде сезіледі дейді. Неге? Суық. Неге? Өйткені біз ана орыс отаршылығында болдық қой. Бұрын қазақтың жайнап жүретін қазақ, сәлемдесіп жүретін. Қазір
еңсесін көтермек түгілі сәлемдесуге жарамай қалды. Сәлем алмайтын жағдайға жеттік. Сіз ойлаңыз. Қалғандай басқа қандай әңгіме айтуға болады? Біз жоғары материалдарды айтқымыз келеді. Біз элементары сәлемдесе алмаймыз. Біреу ассалаумағалейкум бүйтіп қарайды. Сен мені қайдан танисың? Мен айтамын, сізді танымаймын мен. Жорас қой, мен сені танымаймын. Мен мынаны әдейі жазып отырмын сіздерге, мынау калиманы естеріңізге сақтаңыздар. Сонда калима дегеніміз не? Құдайдың сөзі, міне. Калям, Құдайдың сөзі, калям. Біз қазіргі кезде енді қараңыздар. Сөздің анасы бар, Сөздің анасы не? Сәлем. Тағы да не? Сөздің анасы. Сәлемдестік. Енді ол сәлемді есту керек қой, Сонда мынаны біз өшірейгенде, өше ме екен? Өшеді екен, Енді бір қызық әңгіме айтайын сіздерге. Сіз өшіріп тұрыңыз. Енді қараңыздар. Сөздің, қараңыздар, қазақ айтады. Су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, сөз анасы құлақ дейді. Сөз анасы не екен? Құлақ. Қай құлақ? Баста қалқайып тұрған екі құлақ па? Олай емес. Жүректе құлақ. Адамда екі құлақ болады. Жалпы сіз ойлаңыздар, бізде бәрі екеу. Машһүр атамыз айтады, Құдай жалғыз дейді, қалған бәрі егіз дейді. Құлақ екеу. Яғни құлақ екеу болғанда, әрине басымызда екі құлақ қой. Оны айтып тұрған жоқпыз біз. Баста құлақ бар, сосын не? Жүректе құлақ бар. Сонда біз баста құлақпен тек естиді екенбіз, естиміз. Жүрек көз жабық адамдар ұқпайды. Сонда есту бар, ұғу бар. Сонда бұл жерде айтып отыр, сөздің анасы құлақ дейді. Қандай құлақ? Жүрегінің аш көзін дейді ғой. Сол жүректің көзі ашылса, абайда жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Сонда біз айтамыз, сөзді кімге айту керек дейді? Сөзді ұққанға ғана айту керек. Мысалы, сіздер қазір сөз ұқпасаңыздар, мысалы, бір адамдар бар, мысалы, отырады, естіп отыр, бірақ ұқпайды. Сонда абай айтады ғой, кейбіреу тыңдар, үйден шыққанша дейді. Енді біреулер осында бақытты отбасында жұмыс істейтін адамдар әйтеуір келіп қалуы мүмкін. Біздің жаңағы осы құлағымыз, жүректе құлақ аш. Сонда қазақ айтады, сөзді айт ұққанға. Қазақ қараңызды қай биде айтады. Суды құятын жеріне құй дейді. Сөзді ұғатын адамға ғана айт дейді. Өйткені ұқпайтын адамға айтсаң, сөз жетім қалады екен. Сонда Шәкәрім айтады, Машһүр атамыз айтады. Сөзді айт ұққанға, жанды жанға сұққанға. Міне. Яғни сіздердің жандарыңыз менің жаныма соғылмай, қазір сіздер ойлап отырсаңыздар, кредит туралы ойлап отырсаңыздар, байларыңыз ойлап отырсаңыздар, жорас баланы ойлап отырсаңыздар, ертеңгі төле көп нәрсе бар ғой, енді дүниенің дүмісі бітпейді ғой. Бұл сөз ұғылмайды екен. Көрдіңіз бе? Сөзді ұғу үшін сонда айтады, сөзді айт ұққанға, жанды жанға сұққанға дейді. Айтып айтпай не керек? Құлағын мақтамен тыққанға дейді. Міне сондан сіздер қазір кезде бәрін ұмытып кеттіңіздер. Үйдегі қалған жаңағы дүние, мүлік, мал, ешкі, қой, кредит, тағандай, байларыңыз, балаларыңыз, немерелерін бәрін ұмытып көрді. Не өйткені онда мынау білім ала алмайсыздар. Бұл білім алудың жолы, бұл хал ілімі деп аталады екен. Хал ілімі. Өзі екі түрлі білім бар, қал білімі, хал білімі. Қал деген сыртқы білім. Арабтың қола деген сөзден шыққан айтуға болатын ілім. Мысалы, жетсептік, фонетика, грамматика, бұлар бәрі қал ілімі. Оны жеткізуге болады. Ал енді көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстауға болатын білім бар, ол қал білімі дейді, 1000 жыл оқып пайда жоқ дейді. Мысалы, жетсептік білгеннен ақылды болып кетпейсіздер. Рас па? Архимедтің заңын білгеннен, математик Ом заңын білгеннен, қолмен ұстап ақылды болып кетпейсіздер. Енді екінші білім бар, хал білімі. Сонда қал дегеніміз сыртқы білім, хал ішкі білім. Хал состояние деп аударылады. Сондай жағдайға жеткен кезде ғана беріледі екен бұл білім.
Яғни сіздер бәрін ұмытып, Абай айтады, дүние естен шығады дейді ғой. Сол дүние естен шығып кетіп, сіздер сондай маздап жанған балауыз шамдай жанып, бәрін ұмытып, жаңағыдай айтушы судай төгілген, тыңдаушы бордай егілген дейді. Сонда жағдайға жеткенде берілетін білім екен бұл. Қазақтың бүкіл білімі хал білімі. Абайдың мысалы, Абайдың халіне түспей қалмайсыздар. Қайрат Нұртастың ауырмайды жүрек деген өлеңін түсіну үшін ғашық болу керек. Мысалы, ғашық емес адам айтады, сөндірші ана мияулатпай. Рас па? Неге? Өйткені ол хал жоқ онда. Сонда қазақ айтады, біреу білмегенді біреу біледі, көрдіңіз бе? Біреу жылағанға біреу күледі дейді. Біреу жылап тұр, ананың халіне кіріп. Біреу күледі, мынау неменеге жылайды? Жылайтын нәрсе ме екен дейді. Неге? Өйткені онда не жоқ? Хал жоқ. Сонда қазақтың мәдениетін неге біз түсіне алмаймыз? Хал жоқ бізде. Хал деңгейіне кірген кезде ғана адам жаңағы осындай білім беріле бастайды екен. Сонда міне сіздерге әдейі айтып отырмын бұны. Былай ойлағанда ойлайсыздар ғой. Бұл не керек? Қал білімі, хал білімі. Бұндай әңгімені ешкім айтпайды ғой, мысалы. Қазір бізде айтады, мысалы, қалай баю керек, мысалы, қалай ақша табу керек, қалай күйеуіңді меңгеру керек, әдесе мәдеу керек, қалыспау керек, соны үйретеді ғой, мысалы. Мен алып сіздерге қал білімін үйретіп жатырмын. Ол не керек деп ойлайсыздар ғой? Керек екен сөйтсек. Сонда қал деген не екен? Қал білімі не? Сыртқы білім. Сыртқы білім. Ат айтып тұр. Сыртқы білім. Мысалы, сіздер көшеде кездесіп қалған кезде қалың қалай дейсіздер, дұрыс па? Яғни, тамақ іштің бе? Проезға ақшаң бар ма? Былайша айтқанда сыртқы сенің жағдайың қалай? Сонда хал білім. Қалың қалай? Ал енді адам о дүниеге өтейін деп жатқанда не дейміз? Хал үстінде жатыр дейміз. Көрдіңіз бе? Ол состояние, ол сөз бе? Мысалы, сен өлейін деп жатқанда қалың қалай деп айтпайсың ғой? Ұят қой, мысалы, ол өлейін деп жатыр. Арсы күрсінің арасында жатқан адамды соны қазақ хал үстінде жатыр. Міне хал деген сол. Оны х әрпі түсіп қалады да қазақ айтады әл үстінде жатыр дейді. Міне сонда хал, сонда мәшһүр айтады, білім екі түрлі болады. Біреу қал білімі, ол көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстауға біледі. 1000 жыл оқып пайда жоқ дейді. Мысалы, біздің мектептің балалары неге ақылды болып шықпайды? Өйткені бірінші сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін тек қана қал білімін оқиды. Пайда жоқ. Пайдасыз. Пайданы қай тұрғыдан айтып отырмыз? Пайда деген сөзді қай тұрғыдан айтып отырмыз? Жан тұрғысынан. Жан тыныштығы жоқ, ол білімді алған. Иә, жан тұрғысынан айтып отырмыз. Сөз бе? Жан деген, өйткені адам деген өзі ол тән емес қой. Адам деген жан. Сөз бе? Тән ертең өліп қалады. Тән ыдырап кетеді. Тән бейне бір үстімізде киім сияқты дейді. Біз оны шешіп кетеміз ертең. Шәкәрім айтады, анық қара, жан өзің дейді. Дене киім. Мақтан бояу денеге берген сыйың. Ол алдауың жанға азық емес. Оған пайда не қылдың жалғыз тиын? Сонда біз қазір кезде адам деп кімді айтамыз? Тәннің қамын жасаған адамды адам деп жүрміз ғой. Үй салса адам дейміз, машина алса адам дейміз, жақсы киіп ой адам болыпты ғой дейміз, ролик сатып алса, тағы сағат тағып алса адам болыпты ғой дейміз, мысалы. Сонда адам деген не дегенде Абай айтады. Адам деген ол жан дейді. Енді қазақ Абайды былай қойық, қазақтың өзі айтады ғой. Үйіңде неше жан бар дейді. Айтпайды ғой, үйде неше тән бар дейді. Айтам әлде? Айтпайды. Жан, сосын айтады, жан басына шаққанда дейді. Сонда біз адам деген жан екен ғой. Яғни біз пайда деп тұрғанда біз көбінесе дене тұрғысынан пайдалы дене тұрғысынан қараймыз да көп нәрсеге дене тұрғысынан қараймыз. Яғни меркантилді көзқарас бізде. Ал негізінен біз адам болғаннан кейін барлық нәрсеге жанның тұрғысынан қарауымыз керек екен. Сонда білім қашан пайдалы болады? Жанға пайдалы болғанда. Жанға сіңгенде. Жанға сіңген кезде білім тұла бойға жайылып, адамның мінезін өзгерте бастайды екен. Түпнұсқа ғой жан. Жан, иә. Сонда қараңыздар.
Сонда қал білімі дегеніміз ол сыртқы білім, не? Сыртқы білім. Иә. Ал хал білімі, міне хал білімі бұл не? Ішкі білім. Жаңағы айтып отырған, мәшһүрдің айтып отырған осы сөзді айт ұққанға дейді. Яғни сөзді қандай сөзді? Хал білімін дейді. Ол ұғатын адамға ғана айт дейді. Сонда біз құлақпен естиміз, бастағы жанымызбен ұғамыз. Ал егер жанның құлағы жабық болса, ештеңе ұқпаймыз. Ол жаны құлағы жабық адамды қазақ қандай адам дейді? Жоқ, не дейді? Меңіреу дейді. Мен шешем айтады, не меңіреу отырсың? Былай, Құранда айтады, олардың көзі бар, бірақ көрмейді дейді. Бақара сүресінде. Көзі бар, көрмейді дейді, құлақтары бар, естімейді дейді. Неге? Өйткені Алла олардың жүректеріне мөр басқан дейді. Сонда қарасаңыздар, біз адам деп жүрміз ғой, біз өзіміз адам деп жүрміз ғой мысалы, бірақ сөз ұқпаймыз. Сонда мәшһүр айтады, хайуан мен адамның айырмашылығы қандай дейді? Сөзді ұғуына байланысты дейді. Өйткені тоты құста сөйлейді дейді. Анау қарғалар сөйлейді, Алла деп. Сонда сөзді ұғуына байланысты екен. Сонда қазіргі кездегі біздің заманның ең проблемалардың басты себебі не? Ең басты себебі біз сөз ұқпайтын болдық. Сөз ұқпағаннан кейін жанымыз азық ала алмай жатыр. Жанымыз күйзеліске түсіп жатыр. Жанымыз тыныш емес, бағана кісі айтады, тыныш емес, иә? Жан тыныштық жоқ бізде. Неге? Өйткені сөз ұқпайтын болдық. Міне сонда біз қазіргі кездегі біздің айтып отқан әңгіменің бәрі қандай деңгейдегі әңгіме? Хал деңгейіндегі әңгіме. Сонда баяғыда бір кісі сұрады менен, қазақ болу үшін не істеу керек деді. Ұстаз сұрап жатыр да оқушыларынан. Ішінде мен де отырмын. Біреу айтты, қазақ болу үшін Қазақстанды туу керек деді. Жоқ деді. Қазақстанды туып қазақ болмай жүрген адамдар көп деді. Біреу айтты, қазақ болу үшін әке шешең қазақ болу. Жоқ, ол да жеткіліксіз дейді. Әке шешесіз бірақ қазақ болмай жүрген адамдар көп дейді. Үшінші айтты, ол үшін қазақ тілінде оқу керек. Жоқ, ол да жеткіліксіз дейді. Неге? Қазақ тілінде оқып қазақша түсінбейтін адамдар бар қазір. Сонда бәріміз таба алмадық. Қалай қазақ боламыз дегенде, сонда ұстаз айтты, қазақ болу үшін дейді, қазақтың хәлінде болу керек дейді. Иә, қазақ айтады, мына адамнан дейді, қазақтың иісі шықпайды дейді. Бұл жерде қазақтың иісі де жоқ дейді. Сонда Ғұмар Қараш айтқан ғой кезінде. Әр істен қазақтың иісі шығып тұратын күн туар ма екен дейді. Әр істен қазақтың иісі шығып тұрады. Сонда иіс деген не? Ол иіс бұл хәл иісі. Бұл жерде бұл біз физикалық иісті айтып тұрған жоқпыз, бұл метафизикалық иіс. Міне, сондан қазақтың иісі. Баяғыда мен бір Қарағанды мемлекеттік университетте сабақ бергем. Сосын бір 45-ге мен онда студенттерге сабақ беріп, сонда бір 45-ге келіп қалған бір келіншек келді. Мен сондай болды, ол кезде демократия күшті. Мен сізге сабағыңызға қатысайыншы. Мен қазақ болғым келеді, орысша оқып едім дейді. Жарайды дедім. Сосын жырауларды бердім жаттауға. 5 ғасыр жырлайдың басынан бастап, Асқан Қайғы, Доспанбет бәрін жат. Сосын сол барып үйіне барып жаттап отырады екен. Сосын баласы шахтер 20 жастағы келіп айтты, мама дейді, не істеп отырсың? Сонда айтты, қазақтың иісі шығу үшін депті. Мен жыраулар жаттап отырмын деген ғой. Сонда баласы айтады дейді, ой, мама, сіз қыз екенсіз. Қазақтың иісі шығу үшін қойдың құйрық майын жаға салмайсыз ба деп айтады дейді. Яғни ол, көрдіңіз бе? Сонда иіс деген нәрсені біз түсінбейді екенбіз. Сонда жаңа ұстаз айтып отыр, қазақ болу үшін не? Сенен қазақтың иісі шығып тұру керек. Яғни кейбір нәрселер бар, тек қана қазақтар ғана түсінетін. Мысалы, айналайын деген сөз түсіну үшін қазақ болу керек. Мысалы, бізде айналайын деген сөзді әртүрлі айтуға болады, жек көру, айналайын деп айтуға болады. Дұрыс па? Айналайын. Немесе айналайын деп айтуға болады. Көрсіз ба? Міне хал деңгейінде, дейсіз бе? Біздің, мысалы, мен ауылда өстім, әжелеріміз бәрі сонда айтын бұрын. Аталарымыз, өй айналайын деп толғанып тұратын, олар бұрын қазақ, соны Тыныштықбек айтады, оны аңқыл деп атайды, Тыныштықбек. Аңқыл. Қазақ бұрын аңқылдап тұратын дейді. Айтады ғой, бәйгі атындай аңқылдап. Сол жоғалды қазір. Қазақ аңқылдамайтын болды.
қазір қазақ қандай болды? Тымырсық. Тымырсық. Не, қоңқылдайтын болды. Тымырсық сөзсі. Бұрын қазақ аңқылдап тұратын. Неге? Өйткені жан жүйесі, жүрегі таза болатын бұрын қазақтың. Ол қашан қазақ аңқылдамайтын болды дегенде мәшһүр айтады. 19 ғасырда қазақтың ойын сауығы тоқтатты дейді. Ойын сауығы тоқтатты дейді. Ресми түрде айтып отыр. Мынау бұрын білесіздер, ертегілерді 40 күн ойын, 30 күн ойын, 40 күн тойын дейді, не? Сөйтсек, ойын деген сөз творчество екен ғой. Ойын, творчество. Творчество тоқтатты дейді. Иә, өйткені анау бала аңқылдап тұрады ғой бала. Бала ол ойнап отырып дейді, ол әлем жасап отырады дейді. Ол жасампаз бала, түсінесіз бе? Сондан шәкәрім айтады, балалығымды қуып жеттім дейді. Сіз ойлаңыз, біз балалығымызды жоғалтып алдық, біз ойнай алмаймыз қазір. Неге? Біз ойлаймыз, біз ересекпіз, біз ақылдымыз, шын мәнінде біз анау әлемнің жаратылысына араласа алмай қалдық. Неге? Өйткені біз жүрегімізді дейді, неге? Еркегінің де ұрғашысында дейді. Көзі дүниеге ауған дейді. Дүниеге ауған. Енді еркегі де ұрғашты тегіс белсіз дейді. Қандай белсіздікті айтып отыр? Рухани белсіздікті айтып отыр. Яғни біз қазақ әлемін қазір тудыра алмай отырмыз, сөзсіз бе? Бұрын біздің аталарымыз 30 күн ойын, 40 күн тойында не істеген? Жыр айтқан, терме айтқан, күй шығарған. Қазақтың өмірін не істеп отырған? Тудырып отырған, сөзсіз бе? Біз қазір кезде қазақтың өмірін тудыра алмайтын болдық. Неге? Өйткені белсіз біз. Өйткені көзіміз дүниеге ауып кеткен. Мысалы, сондан біз басқа елдің мәдениетін тұтынуға мәжбүрміз. Орыстың мәдениетін, біреудің қаңсығы, біреуге таңсық, иә? Арабтың мәдениетін, түріктің мәдениетін. Олар тудырып жатыр, біз тұтынушымыз. Қазақтың әлемі қашан туады? Қашан қазақ дүниеден көзін алып, дүниеге байланбай, қашан аңқылдап, мына дүниені ойнап өмір сүретіндей деңгейге жеткенде, қайтадан біз өзіміздің қазақ әлемін тудыра бастаймыз. Мен айтқан әңгімелерім сіздерге түсінікті отыр ма? Міне сол тудыру деген сөз. Сонда қараңыздар, қазір кезде біз жұрттың бәріне жаңағыдай қазақ бол, қазақша сөйле дейміз де, олар сөйлемейді. Неге? Өйткені қазақ әлемі оларға қызық емес. Мысалы, жұрттың бәрі американдық болу, неге? Өйткені американдық болу қызық жұртқа. Неге? Тартымды. Әрбірдің соң тиімді. Сонда қазір кезде біздің алдымызда 3 сұрақ тұр. Қазақ болу несімен тартымды? Қазақ болу несімен тиімді? Және қазақ болу несімен қымбат, бағалы? Осы сұраққа біз жауап беруіміз керек. Құр қазақша үйрен дегеннен үйренбейді. Бұрын неге мысалы, Мордва, Чуваш, бүкіл жаңағы империяның езілген халықтардың бәрі қазақ болғысы келді. Өйткені қазақ сол кезде өзін тудырып тұрған. Өзінің әлемі бартын. Мысалы, қазақ дейді онда қазақтар. Ол қазақтар ғой. Қазақ болғысы келгендер. Қызығып жаңағыдай. Шекараға келіп біз қазақ боламыз, еркін боламыз деп. Көрдіңіз ба? Өзін сондай қазақтың тұрмыс тіршілігін қабылдаған, бие сауған, станица деген ауыл қазақтың. Атаман дейді. Ол ақсақал сол ауылдың атаман дейді. Атқа мініп жаңағыдай біз зерттедік арнайы. Тұс киіздері бәрі қазақтікіндей. Неге? Олар өйткені қазақ болғысы келді. Өйткені қазақ болу бұрын қандай болды? Тартымды, сүйкімді, һәм қымбат болды, бағалы болды. Сонда біз қазір кезде қазақ болу үшін осы 3 сұраққа жауап беруіміз керек. Қазақ болу несімен тиімді, несімен тартымды және несімен құнды? Құр жаңағыдай айтқанмен ешкім қазақ болғысы келмейді, кешіріңіздер. Өйткені біреу қазақ болу үшін біз әуел өзіміз қазақ болуымыз керек қой. Бізді көріп жаңағыдай еңсе түсіп, бір-бірімен дұрыс сәлемдеспейтін, өзінің қазақ екендігіне қорланатын қазақты көріп, кім қазақ болғысы келеді? Ешкім қазақ болғысы келмейді. Сондықтан Жүсіпбек Аймауытов не деп айтты? Қарапайым адамның мәдениетті болуы оңай дейді.
Мәдениет дегеніміз белгілі бір жаңағы мәдени құндылықтар бойынға сіңіру. Оң қолында пышақ, сол қолында шанышқы дегендей. Салфеткамен бетін сүртуге болмайды, оны ауыз сүрту керек деген сияқты. Этиканы меңгерсең не кім боласың? Мәдениет адам боласың. Бірақ мәдениетті адамның қазақ болуы қиын дейді. Қазір ең үлкен проблема Қазақстандағы не? Қазақ болу. Біз орыс болғымыз келді, бола алмадық, дұрыс па? Қазақ айтады, қазақ жаман орыс болмайды дейді. Тілі келсе түрі келмейді дейді. Біз орыс болғымыз келді, 70 жыл орыс болғымыз келді, Зиндегүліміз Зоя болдық. Асқарымыз Алик болдық, сонда да орыс бола алмадық. Енді қазір кейбір адамдар араб болғысы келеді. Кейбіреу түрік болғысы келеді. Кейбіреу француз, кейбіреу американдық болғысы келеді. Бола алмайсың. Неге? Өйткені Құдай сені қазақ қылып жаратқан. Сенің өсуің, өнуің тек қана қазақ болу арқылы болды. Жеміс беруің және қазақ болу арқылы. Және әлем жұртына, әлем жұртшылығына сыйлы болуың, қадірлі болуың тағы да тек қана қазақ болу арқылы ғана. Басқа жол жоқ бізде. Сондан енағы осы хал, ал енді қазақ болу деген не? Қазақ болу хал білімін меңгеру керек. Өйткені бүкіл батырлар жыры, бүкіл ертегілер, бүкіл мақал мәтелдер, бүкіл біздің ғұламалардың еңбектері, Анахарсистен бастап Абайға дейінгі бүкіл еңбектер хал деңгейіндегі еңбектер. Түсінесіздер ме? Біреулер айтады, Абай түсінбейсің дейді. Біреулер айтады, Абай түсінбеймін. Дұрыс, неге түсінбейді? Өйткені сенде Абайдың халі жоқ. Қалай түсінсің сен? Түсіне алмайсың. Абай түсіну үшін ең құрмасы Абай 100% қазақты жақсы көрсе, сен ең құрмасы 1% қазақ жақсы көруің керек қой. 1%. Өзін қазақты менсінбей тұрсаң, қалай сен Абай түсінесің? Абайдың қайғысы, Абайдың күйініші, Абайдың махаббаты сезіну керек. Соның ішіне кіру керек, сөз бе? Вот сонда Абай түсінесің. Шәкәрім түсінесің, Мәшһүрді, Майлықожаны, Бұхар жауды, Яссауиді, Ахмет Югнекүйді, Сайып Сарайды, олардың бәрі қандай деңгейде жазылған? Хал деңгейінде жазылған шығармалар. Сонда Абай не дейді? Абай айтады, ақылмен ойлап білген сөз. Енді қараңыздар, ақылмен ойлап білген сөз деген қандай сөз? Қал білімі. Біздің бүкіл мектепте берілетін білім қандай? Қал білімі. Яғни 2-де 2 4. Жарықтың жылдамдығы бәленбай, жердің радиусы бәленбай, сүт қоректілігі мыналар жатады, бауыр мен жорғаушылар мынау жатады, фотосинтез деген мынау, двигатель внутреннего сгорания, егер оқысаңыздар қарай, моторды былай жұмыс істейді, былай жұмыс істейді, былай жұмыс істейді. 6 планет не бар, материк бар, 7 материк, 6 планет, 2 полюс бар. Бұның бәріне қал білімі. 1000 жыл оқып пайда жоқ дейді. Не, қазір көп адамдар мен таң қалам, баланы мектепке береді, 11 сыныпқа дейін қал білімін оқытады. Бала сол қалпы болып шығады ғой. Жақсармайды. Мінезі жақсармайды. Байқайсыздар ма? Мұндай өлең бар ғой, қазақ шығарған ғой. Мұндай өлең бар. Мұқағали бар ғой. Мектебім мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың дейді ғой. Енді оған енді қазақ қазір мұндай өлең шығарыпты. Мектебім мынау классың, осында 11 жыл тұрасың, биттей болып кіресің, иттей болып шығасың дейді. Неге? Өйткені біз жоқ, қазақтың неге қазақтың өзі халық қой енді. Халықтың реакциясы бұл, сөзсіз бе? Халық деген ол телегей теңіз. Халық, сөз, халықты алдай алмайсың. Халық бәрін біліп отыр. Мектептің жаңағы балаларды ит тегіп шығарып отқан. Грантты тапсыра алмай ит тегіп шығарып. Сонда қараңыздар. Сонда ол, енді қараңыздар, білімнің пайдасы не сонда? Көрдіңіз бе, білімнің пайдасы не? Бізде білімнің пайдасы
Қал білімі тұрғысынан. Яғни дене тұрғысынан қараймыз біз. Яғни бізді ата-аналар деп айтады. Жақсы оқы. Жақсы оқуға түсесің. Университетке, жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың дейді. Нені тұрғысынан сөйлеп отырмыз? Қал білім, дене тұрғысынан, материалдық тұрғыдан. Яғни бізде сонда неше өзім бар? Мына негізі әңгімені айтайық. Бірінші бізде дене бар, дене. Бар ма дене сіздерде, жоқ па? Бар, оны сіздер 5-ке білесіздер, ішсем, жесем, ұйықтасам, Ішу, ешкім мысалы сіздерге үйретпейді ғой, іш деп, жиі деп үйретпейді, рас па? Оны 5-ке білесіздер. Біреулер айтады ғой, кітап оқуға уақытым жоқ дейді. Біреу айтпайды ғой, мысалы, су ішуге уақытым жоқ, ешкім айтпайды. Рас қой? Тамақ ішуге уақытым жоқ, ешкім айтпайды. Соғыс жүріп жатса тамақ ішесің. Ішу, жеу, не? Ұйықтау, ұйқы. Абай айтады сонда. Адам баласы дүниеге екі түрлі мінезбен келеді. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам. Бұл не? Тәннің құмарлықтары дейді. Білесіз бе? Тәннің құмарлықтары. Сонда жаңа ішіп, жеу, ұйықтау. Сонда біз баламызды мектепке не үшін береміз? Жақсы ішсін, жақсы ұйықтасын, жақсы тамақ ішсін деп береміз. Баламызды не үшін беріп жатырмыз мектепке? Тән үшін беріп жатырмыз, рас па? Біздің бір ұстазымыз айтатын, іштегі жарты килограмм боқты 1 килограмм қылу үшін. Жоқ, күлетін емес, рас қой енді. Сосын біз таңғаламыз. Мына баламыз неге тілазар? Неге ата-ананы сыйламайды? Неге әдесең мә дейді? Неге Назарбаев университетін не іште бітіргенде 80% шетелге кетеді? Біреу қалмайды Қазақстанда. Сонда біз оған миллиардтап ақша жұмсап жатырмыз. Ол жаңағы балаларды оқыту үшін. Қазір жасыратыны жоқ, Қазақстан шетелге маман дайындайтын мемлекетке айналып отыр. Біреу қалмайды. Неге? Өйткені оларды біз ішсем, жесем, ұйықтасам үшін оқытып жатырмыз. Ал ішсем, жесем, ұйықтасам үшін оқыған балаға қай мемлекетте тұрады? Парқы жоқ. Южный Кореяда тұра ма? Англияда тұра ма? Ақшта тұра ма? Парқы жоқ. Оларды біз жасадық. Неге? Өйткені біз білімнің пайдасы деп ішу, жеу, ұйқыны ғана ойлаймыз біз, сөзсіз бе? Біздің қазақтың түсінігі сондай, білім туралы түсінігі. Ішсе, жесе, ұйықтаса, жақсы тамақ ішсе, жақсы ұйықтаса, жақсы сусын ішсе, коттедж болса, яғыдай Бентли мініп жүрсе. Сонда біздегі білімнің пайдасы деген не? Дене тұрғысынан. Яғни мынау бір, бұл да өзім. Бұл дене тұрғысынан өзім. Бұны біз не дейміз? Эгоизм дейміз. Эгоизм. Мысалы, дене үшін оққан балалар эгоист болады. Рас па? Эгоизм. Оларға сен қазақтың әңгімесін айта алмайсың, оларға айтады, мен өзім үшін өмір сүремін дейді. Маған қазағың керек емес. Мен қазақ сөйлеймін бе, орыс сөйлеймін бе, ағылшын сөйлеймін бе? Мен денеме қайсысы ыңғайлы, соған сөйлеймін мен. Эгоизмнің қазақшасы не? Өзімшілдік. Қазір Қазақстан неге тұншығып отыр? Өзімшілдіктен тұншығып отырмыз біз. Бізді тұншықтырып тұрған, албас сияқты бағасып, тынысымызды алдырмай тұрған ең үлкен тажал ол не? Өзімшілдік. Және оны біз өзіміз тудырып отырмыз. Өзіміз балаларымызды кім қылып отырмыз? Өзімшіл қылып отырмыз. Сосын ренжиміз. Қайырымсыз, қатыгез. Ата-аналарын интернетқа тапсырып жатыр. Шетелге кетіп қапты. Пара алып жатыр дейміз. Сонда Абай айтады, өзің үшін оқысаң дейді. Яғни, жақсы ұйықтасам, жақсы тамақ ішсем, жақсы үйде тұрсам, өзің үшін оқысаң дейді, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Біз сонда кімдер дайындап жатырмыз? Хайуандар дайындап жатырмыз. Енді екінші өзім бар. Мынау дененің өзімі, енді екінші өзім бар. Нағыз өзіміз. Бұл біздің не? Жанымыз, міне. Мынау нағыз жан, нағыз өзім негіз жан ғой. Түп нұсқа, оригинал, мынау жан.
бұны арабша не дейді? Асыл дейді. Асыл. Түп нұсқа деген арабша асыл. Түп тамыр, асыл. Асылында дейміз ғой? Түп тамыры біздің асылымыз жан ғой, сөзсіз бе? Бірақ оған біздің қолымыз жетпей отыр. Неге? Өйткені біздің асыл жанымыз тәннің ішінде, тәннің зынданында. Оған әркімнің қолы жетпейді қазір. Сонда шәкәрім айтып отыр ғой. Анық қара жан өзің дейді. Дене киім. Мақтан, бояу денеге берген сыйын. Мақтан деген не? Карьера. Бояу деген не? Ақша. Мансап. Бұның бәрі бояу. Неге? Өйткені ертең сен көрден арға өткен кезде бояу сияқты сыпырылып қалады. Ешқайсы арға өтпейді сенмен. Соны айтып отыр шәкәрім. Анық қара жан өзің дене киім. Мақтан, бояу денеге берген сыйың. Ол алдауың жанға азық емес. Оған пайда не қылдың жалғыз тиын дейді. Көрдіңіз бе? Сонда білімнің пайдасы не дегенде, білімнің пайдасы біз ойлағандай ішсем, жесем, ұйықтасам емес екен. Машһүр айтады, білімнің пайдасы адамның мінезін өзгерту дейді. Өйткені мен сіздерге қал білімін беріп отқан жоқпын. Қал білімін сіздер кітаптан да оқып аласыздар. Гуглдан да аласыздар, Википедиядан да аласыздар. Бәрі дайын тұр. Базардан аласыз, кез жерден аласыздар. Ал бірақ мына хал білімін ешқайдан ала алмайсыздар. Неге? Өйткені хал білімін беру үшін хал деңгейінде сөйлейтін адам керек. Жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дей ме? Сол міне. Хал білімі деген сол. Сонда мектептің негізгі білімнің негізгі пайдасы қандай дегенде мәшһүр адамның мінезін өзгерту дейді. Адам хал білімін алғанда өзгереді екен. Луврда, атақты Францияда, Парижде Лувр деген бар, білесіздер. Сонда Олжас Сүлейменовтің бір шумақ өлең жазылып тұр дейді. Бір шумақ өлеңі. Қандай өлең дейсіздер ғой? Сонда бүй дейді. Орысшасы былай. Орысша жазады оқысы. Бүйде жазады. Вода, влитая кувшин, принимает ее форму. Қазақша тәржімалайын. Су құмыраға кіргенде құмыраның формасын алады дейді. Рас па? А слово, проникшее в душу, сообщает ей свою форму дейді. Ал жүрекке жеткен сөз, адамның жанына кірген сөз, адамның жанына өзінің формасын береді дейді. Сөз бе? Яғни сөз адамды не істейді? Өзгертеді. Бірақ ол үшін шарты бар, жүрекке кіру керек ол. Сол сөз анасы құлақ деп отырмыз ғой, Яғни ол қандай құлақ? Жүректің құлағы. Сонда сіздер қазіргі кезде жүрекпен тыңдасаңыздар, сіздер сөздің анасына айналасыздар. Ал сөздің енді анасы бар да, атасы бар емес пе? Сөздің атасы не дейді мәшһүр? Сөздің атасы жүрекпен сөйлеуші дейді. Сонда сөздің атасы айтпаса, сөздің атасы өледі. Неге? Өйткені Құдай жүрегіңе салып тұрған сөзді айтпасаң, сөз өледі екен. Сөздің атасы өледі, сөзсіз бе? Осының бәрін естиміз, бірақ мәнісін түсінбейміз да? Сонда сөздің атасы, жүрекпен сөйлеп тұрған адам, сөздің атасын айтып тұрғанда, сөздің анасы құлақ, екеуі некелеседі дейді. Осы екі некеден жаңа ой, жаңа сөз туады дейді. Міне. Сондықтан қазір кезде осы аудиторияда жаңа ой пайда болу үшін сіздер жүрекпен тыңдауларыңыз керек. Бәрін ұмытып. Тіпті өзіңіздің кім екенін ұмытып қалуларыңыз керек. Жорас? Хал деген сол, сөзсіз бе? Жылап жаңағыда, бұрын қазір ешкім жыламайды ғой, Біржан Сал фильм көрдіңіздер ме? Сол Біржан Сал фильмінде Біржан Сал өлең айтқанда шал жылайды ғой. Жаңағыда тісі жоқ, кетік шал. Еңкілдеп тұрып жылайды. Не, қазақ бұрын жылайтын. Неге? Қазақ бұрын жүрегі таза болады, сөз. Ән естігенде, күй естігенде, жыр естігенде. Қазір қазақ әкесі тірілтпесе жыламайды ғой. Жүрегіміз әбден істеп кеткен, мүйіз болып кеткен, қатайып кеткен, сөз. Міне, сонда білімнің пайдасы қандай? Адамның мінезін өзгерту дейді. Міне, сонда қазіргі біз айтып жүрміз, біздің мектептердің программасы өзгеру керек. Яғни, ұлттық білім беру жүйесі қалыптасу керек. Сонда бізде қазіргі мектептерде білім ғой бірінші орында. Білім, қандай білім? Хал білімі, қал білімі. Бізде қазіргі кезде балалардың бәрін білу керек дейді. Жоқ, қате пікір неге? Өйткені бәрін білетін Құдай ғана.
Ал бәрін білуге ұмтылған шайтан дейді. Шайтан сол бәрін білуге ұмтыламын деп жұмақтан қуылды. Білімнен сеніп жұмақ. Сонда қазір кездегі Абай айтады, мұңлы шайтан Құдайдың қуған жаны деген өлеңді адам. Абай айтады да, бедейді. Мұңлы шайтан Құдайдың қуған жаны. Сонда айтады, жапа жалғыз білімнен бақ шықпайды дейді. Жапа жалғыз білімнен бақ шықпайды. Өлшеусіздің симасын бір сезбеген дейді. Сонда өлшеусіз деген не? Құдай өлшеусіз. Абай айтады, біздің ақылымыз өлшеулі, Құдайдың ақылы өлшеусіз дейді. Сонда білімді адам деп кімді айтамыз? Құдайды таныған. Өлшеусіз Құдайды таныған адам өзі өлшеулі білім алады екен. Көрдіңіз бе? Өлшеулі, өзінің шекарасын біледі. Бүкіл зұлымдық, зорлық, зомбылық қашан басталады? Адам өзінің шекарасын ұмытқан кезде, өзі Құдайға айналған кезде зұлымдық басталады. Кешегі революция 17 жылғы болған. Қандай? Бір идея үшін 250 миллион адамның қаны төгілді. Неге? Олар өте сенімді болды. Біз жұмақ орнатамыз жер бетінде, коммунизм орнатамыз деді. Олар өлшеусіз Құдайды ұмытты. Не? Құдайды жоққа шығарды. Құдайдың жер бетіндегі көлеңкесі деген патшаны Бастилияға қамады, француз революциясында. Содан басталды. Сонда олар өте сенімді болды. Шекарасын ұмытты олар. Кеше қаңтарда да солай. Өте сенімді болды. Сонда не? Олар білімді. Ал Абай айтады, жоқ дейді, жапа жалғыз білімнен бақ шықпайды дейді. Өлшеусіздің симасын бір сезбеген. Сонда Конфуций сұрапты шәкірттерінен, Конфуций, шәкірттерім депті, білім деген не деген ғой? Сонда шәкірттері де қу екен, бүйтіп айтты, ол туралы ұстаздың өзін айтқан дұрыс дейді. Сонда Конфуций айтыпты, білетіндеріңді білім деп есептеңдер, білмейтіндеріңді білім емес деп есептеңдер. Міне білім деген осы дейді. Сонда білім дегеніміз не? Білім дегеніміз білетінің мен білмейтініңді ажырата білу. Біз балалардың қалай үйретіп отырмыз? Бәрін біліңдер. Тест, жаңағы жаттайды, күні түні қал білімін жаттайды. Тест тапсырғаннан кейін түк білмейді, бәрі ұмытылып қалады. Сонда қаншама 11 жыл босқа кетіп жатыр. Қаншама ақша, қаншама шалбар жыртылып жатыр. Қанша орынды, қанша тамақ, бәрі бос. Неге? Пайдасыз білім алып жатыр олар. Бұл жерде қате түсініп қалмаңыздар. Білім алма деп тұрған жоқпыз біз. Пайдалы білім алсын деп отырмыз біз. Сіз бе? Сол математиканы, сол қазақ тілін, сол биологияны, сол геометрияны жүрекпен жеткізуге болады. Ондай ұстаздарда бар, Құдайға шүкір. Жоқ емес, иә? Бар. Аузымызды қу шөппен сүрте алмаймыз. Бар. Бала қандай ұстазды жақсы көреді? Өзінің пәнін жүрегімен жеткізетін адам жақсы көреді. Ол математик болуы мүмкін. Ол физик болуы мүмкін. Қандай баланы жақсы? Ол одан ұстазын жақсы көрген бала өзгереді. Абай айтады, балаға 3 түрлі адамнан мінез жұғады дейді. Ата-анасынан, ұстазынан, құрбысынан. Қайсысын көбірек жақсы көрсе, содан көбірек мінез жұғады дейді. Сондан біз айтып отырған нәрсе, бұл жерде біз пайдалы білім туралы айтып отырмыз. Мысалы, бізде мектептерде тәрбие завучы деген бар. Тәрбие завучы, тәрбие сағаттары деген бар, біз балалар тәрбиелегіміз келеді. Ал қазақ мәдениетінде білім мен тәрбие егіз. Арна ешқашан тәрбиеші болмаған. Мұғалім, жүрегімен сөйлейтін мұғалім, яғни хал білімін жеткізіп отқан мұғалім, ол білім беру арқылы баланың мінезін түзетіп отырған. Мінезін, сонда білімнің пайдасы дегенде не? Мінез түзету. Сонда Әлихан Бөкейхан айтады, 20 ғасырдағы Алаш Көсемі, Алаш Көсемі, Алтын Орданың басшысы Әлихан айтады. Қазір көп қазақтардың бәрі ойлайды дейді, бүкіл мұрат білімнен шығады дейді. Мұрат білесіздер ғой не екен? Мұрат дегеніміз жол мұраты жету, қыз мұраты кету, сауда мұраты бітім, сауда мұраты ұту дейді. Мұрат дегеніміз жаратылыс мақсаты. Цель и предназначение, мұрат. Ол мақсаттың да үлкен. Сонда қазір қазақ ойлайды дейді, бүкіл мұрат білімнен шығады деп. Үлкен қателік дейді. Бұл зор қателік дейді. Білімнен мұрат шықпайды дейді. Неге? Өйткені білімнен мұрат шықса, Ғазазіл жұмақтан қуылмас еді дейді. Ғазазіл неге қуылды дейді? Өйткені ол өте білімді болды дейді. Ол білімнен сенген сонда Аллаға қарсы шықты.
Иә, қазір қазақ дейді. Сол кезде қазір қазақ дейді. Зардапты кімнен көріп жатыр дейді. Сол қазақша, мұсылманша, орысша оқығандардан көріп жатыр дейді зардапты. Біздің қазіргі кезде біз зарлатып жатқан мынау парақорлар оқығандар ғой бәрі. Бәрі оқыған оның бәрі. 5 диплом бар, Гарвард, болашақ бітіріп келгендер. Бірақ қазақ теспей сорып жатыр. Алихан соңғы кезде айтады, қазір қазақ зиянды кімнен көріп? Сол оқығандардан көріп жатыр дейді. Сонда айтады, ұлтқа қызмет ету, мемлекетке қызмет ету дейді. Білімнен емес дейді, мінезден дейді. Адам адал болса, ақылды болса, сөзінде тұрса, біреудің ала жібін аттамаса, қиянат жасамаса, көркем мінезді болса, міне сонда ғана ел өседі екен. Ол үшін біз өзіміздің көзқарасымызды өзгертуіміз керек білімге деген. Шұғыл өзгертуіміз керек. Білімнің пайдасы не? Мінез өзгерту. Ол баланы мектептен жаңағыдай бәрін білетін шайтанның моделінде тәрбиелеуді доғару керек. Бала пайдалы білім алса, ол әрі математик, әрі көркем мінезді болып шығады. Әрі физик, әрі көркем мінезді болып шығады. Көрдіңіз бе? Яғни, бар ғой пакетик чайлар, 2 в 1, 3 в 1 деген бар ма? Сол сияқты бұл. Қазақша айтқанда, бір оқпен 2 қоян атасыз. Пайдалы білім берсеңіз, балаңыз әрі білімді, әрі көркем мінезді. Пайдасыз білім берсеңіз, балаңыз білімді, бірақ оңбаған болып шығады. Қатыгез. Айтып отырмын бұл мен. Мектеп программасына тіпті директорлерге де айту керек. Директорлерге айту. Жол мен неге бардым? Шымкент қаласында жаңағыдай Нәзір Төреқұлов атындағы мектепке бардым. Сонда мұғалімдерге мен айттым. Бұл мектеп ақша жасайтын жер емес. Сөз бе? Көп балалы адамдар мектепке неге жалақысы жоғары дейді. Олар мектепті ақша табудың біз несіне айналдырдық? Құралына айналдырдық. Мен айтам, ақша керек пе? Базарға бар, бизнеспен айналыс. Мектеп ол ақша жасайтын жер емес. Сөз бе? Біз содан сорлап отырмыз ғой. Кім барады жаңағы мұғалімге? Иә, юрист болмағандар, экономист болмағандар, жаңағыда айтишник болмағандар, жаңағыда ең соңында баяғыда бір қыздан сұрайды дейді ғой, совет үкіметі кезінде, совет енді тарап жатқан кезде шындық қой, сонда бір қыздан сұрайды дейді. Өскенде кім боласың деп айтады дейді. Сонда айтады дейді. Әдемі болсам модель болам, әдемі болмай қалсам мұғалім болам деп айтады. Жоқ, күлгеніміз рас қой енді. Ал шын мәнінде мұғалім ол ең мәртебелі мамандық болу керек. Мысалы, Жапонияда мұғалім болу өте қиын дейді. Біз мысалы мұғалімдер күнінде ғана сыйлаймыз мұғалімдерді. Жапонияда автобуста, банкте, дүкенде бірінші орын ұстаздікі дейді. Кезексіз жібереді олар, түсінесіз бе? Жалақылар өте жоғары, ұстаз бен дәрігерлердің. Күнде сыйлайды, түсінесіз бе? Әлбетте, сондықтан мұғалім болу үшін, мен айтам, бұл ақша жасайтын жер емес мектеп деген. Бізде қалай? Директор, өзінің әйелі зам директор, баласы бірдеңе, қайнатасы күзетші, завхоз. Біз мектепті неге айналдырдық? Ақша табатын жерге айналдырдық. Ол ақша табатын жер емес мектеп. Мектепте кім жұмыс істеу керек? Осы пәнді бермесе жұмыс істей алмайтын, пәнін өлерден сүйетін адам жұмыс істеу керек. Жүрегімен ана әдебиет, сондай мұғалімдер бар. Ол жалақыға да қарамайды. Ол жалақы оған екінші, төртінші нәрсе, сөзсіз бе? Бар сондай мұғалімдер. Ол сүйет, сөзсіз өз пәнін. Сүйгеннен кейін жүрегімен береді. Балалар да оны жақсы көреді. Ол сондай адамдарды ғана алу керек мектепке. Яғни балаларға пайдалы білім беретін мұғалімдер ғана жұмыс істеу керек мектепте. Хал білімін, хал деңгейінде өз пәнін бере алатын мұғалімдер ғана жұмыс істеу керек. Міне, бұл қиын емес қой. Көп қой онда мұғалімдер қазір. Мысалы, физиканы жақсы көретін жүрегімен, математиканы жақсы көретін мұғалімдер көп, бірақ не? Таңдап болу керек. Ол үшін мектепке мұғалім таңдағанда сол директордың өзі хал біліміндегі деңгейіндегі адам болу керек қой. Сөз бе?
Иә, жүрек жаны ашитын халыққа. Мысалы қараңыздар, біз айтамыз, мысалы халыққа жаны ашымайды дейміз. Бұл не деген сөз? Жаны ашу деген не деген сөз? Біз қазір қазаққа айтамыз ғой, мысалы, біздің қазір қазақтың жоғары қоятын жалғыз талабы бар, не? Олардың бізге жаны ашымайды дейсіздер, иә? Дұрыс па? Ешқашан жаны ашымайды сіздерге. Неге? Неге жаны ашымайды? Апай? Жоқ, өйткені біз олар таңдаған жоқпыз. Элементарно. Мысалы, сен келінді өзін таңдап алсаң, келін саған жаны ашитын болады, дұрыс па? Тұрсынбек айтады ғой, келінді өзін таңдап алсаң, үйде король соғып жүресің дейді. Королева сияқты, дұрыс па? Өйткені өзін таңдап алдың. Енесі барып өзін халіне келетін келін таңдап алу керек қой. А егер сен дейді, келінді өзін таңдап алмасаң, үйде дейді, квартираны сияқты жүресің дейді. Рас па? Неге? Өйткені сен келінді өзін таңдамадың. Бізде былай ғой, өздері біледі дейді. Ол қате сөз, өздері біледі деген. Неге? Өйткені ол бала, ол әлі ақыл толмаған. Оның нәпсісі ұрып тұр. Ол қыздың жаңағы фигурасını көріп ғашық болып қалуы мүмкін. Ғашықты құмар. Оны ғашықпын деп ол бір құмар сөз бе? Сосын сізге алып келеді жаңағыдай бір. Сіздің жаңағы түбіңізге жететін бір келінді. Өміріңізді қысқартатын, рас. Қазір көп адамдардың неге өмірі қысқа болды? Өйткені өздері таңдап жатыр. Сол сияқты депутат жақсы болу үшін сен оны өзің таңдауың керек қой. Айналайын-ау, өзің таңдау керексіз бе? Өзің халіңмен таңдауың керек, жүрегіңмен. Мысалы, украиндар кімді? Зеленскийді қалай таңдады? Жүрегімен таңдады, қайдағы бір КВНщик. Қазір мысалы, голд президент деген атақ алды әлемде. Алтын президент. Соғыс даласында жауынгерлермен шай ішіп отыр. Кеудесін оққа тосып жүр. Неге? Өйткені Украин халқы өз таңдады, сөз бе? Сондықтан депутат, министр сізге жаны ашу үшін, бізге жаны ашу үшін, оны кім? Өзіміз таңдауымыз керек. Қазір кезде айтып отқан жаңағы саяси реформаның басты шарты осы. Өзің таңдау. Яғни олар бізге, яғни қара халыққа тәуелді болу керек. Мен бұндай оған не берем? Интерпретация берем. Өздері білет деген. Атан айтады ғой, өздері білет деген. Ол не деген сөз? Мен ақымақпын, ақылсызбын, жігерсізбін, балама келін таңдауға қауқарсызбын деген сөз. Немесе қызым өзі білет деген сөз. Мен ақымақпын, топаспын, білім жетпейді, енжармын, өз таңдабасын деген сөз. Ол орысша айтқанда признание о несостоятельности. Сол сияқты сіз қыз жасадыңыз ғой, дұрыс па? Жасадыңыз. Ол бір қымбат, мен олға айтам, гауһар тастармен безендірілген гректің амфорасы сияқты керемет қымбат нәрсе, қыз деген. Енді сен оны жасадың ба, енді не істеуің керек? Өткізуің керек. Тәрбиеледің, лайықтық. Енді оқу, білім бердің, енді оны өткізуің керек. Сондан әрбір атана өзі мүдделі. Ол құмыра біреудің төрінде тұра ма жарқырап? Әлде біреудің босағасында жуынды қып қоям оған. Сөз болсын, сен қыз болғана келдің бе дүниеге? Енді оны құтты орнына қондыру сенің қасиетті міндетің. Сонда қазақ айтады, құтты орнына қондырып дейді. Айтпайды ғой, қыз өзі қонып деп айтпайды қазақ. Сен анау 3000 жылдамдықпен зырғып келе жатқан самолетті шебер ұшқыштар қондырады, дұрыс па? Мягкая посадка, секілдетпей, дірілдетпей, қауіпсіз. Сол сияқты атана да ол да ұшқыш сияқты. Ол анау ұшып келе жатқан құсты қондыру керек. Құтты орнына, қазақтың сөзі сөйлеп тұр. Құтты орнына қондырыпты дейді. Қазір кезде қыздар жүр, өзі біледі деген. 30-ға келді, 35-ке келді, 40-қа келді, әлі өзі біледі. Тесік монша жерде қалмас дейді. Отырған қыз орын табады дейді. Айналайын, ол кемпір болып қойды ғой. Сондан жалпы сөз түсінген адамға бәрі дайын тұр. Мен сізге айтайын. Мен осыны еш қайдан алып жатқан жоқпын. Бәрі қазақ айтып кеткен. Сонда мәшһүр айтады ғой, қазақ деген қызық халық, өзі айтады, өзі түсінбейді дейді.
рас қой енді. Мысалы құтты орнына қондырып деп қазақ айтты ғой. Аха, біз бас тартып отырмыз қондырудан. Өзі біледі. Ол мысалы аварияға ұшырай ма? Барып тұмсығымен қадала ма? Қадалып та отыр ғой қазір. Қаншама қыз тұмсығымен қадалып отыр қазір. Аварияға ұшырап отыр. Неге? Өйткені летчик жоқ, ұшқыш жоқ қондыратын. Өзі біледі. Самолет жасап шығарған адам бас тартып отыр. Самолетқа өзің қон дейді. Ол да солай. Мене бұл бір қыз айтыруға барайын деп отырмын. О, дұрыс. Бәрекелді. Өзі білет кеп қойды. Иә, құтты болсын. Енді қараңыздар. Жан ашу үшін, жан не істеу керек? Мысалы, сіздердің еттеріңіз, еттеріңіз қашан ашиды? Денеңіз қашиды? Соққы тигенде. Дұрыс па? Ауырғанда, дұрыс па? Сонда адамның жаны ашу үшін не істеу керек? Жан ауыру керек. Ауыру керек. Міндетті түрі емес. Жан ашу үшін жан ауыру керек. Ауыру деген бар, сөз ба? Бұның негізгі мағынасы не? Ауырлық. Ауырлықтан не? Жан ауырады. Ауырлықтан. Яғни Алланың жүгін, Құдайдың жүгін, адамның жүгін, адамның парызын, қарызын арқалаған адамның жаны ауырады, сөз бе? Соның ғана жаны ашиды. Адамның жаны үнемі ауыру керек, сөз бе? Қазақ айтады, жаны ашмастың қасында басың ауырмасын дейді. Сонда шәкәрім айтады ғой, ауырусыз жанға айла жоқ дейді. Мысалы, біреудің жаны ауырмаса, қазақ үшін оған айла жоқ. Түк істей алмайсың оған, дұрыс па? Түк істей алмайсың. Енді сонда шәкәрім айтады, аурусыз жанға айла жоқ дейді. Аурулы жанға дәрі бар. Көрдіңіз бе? Адамның жаны ауырған кезде ғана дәрі бар екен оған. Дәрі деген не? Жанның ауырғанын жазылатын дәрісі жанның ауруына байланысты екен. Мысалы, сіздер ауырған кезде ғана барасыздар ғой аптекаға, дұрыс па? Ауырмаған кезде бармайсыздар. Қазақ айтады, бас ауырып балтыры сыздамағанның Құдаймен ісі жоқ дейді. Ол Құдай да керегі жоқ жаны ауырмаған адамға, сөз бе? Соны шәкәрім айтады, аурусыз жанға айла жоқ, аурулы жанға дәрі бар. Аурусыз адам қайда жоқ дейді. Аурудың ондай бәрі бар. Сонда жан ауырмайтын адамда бүкіл ауру сонда екен негізі. Бүкет, төс, қатыгездік, оңбағандық, кісәпірлік, тойымсыздық, ашкөздік, парақорлық. Қазір кездегі диагноз осы Қазақстан, сөз бе? Жан ауырмайды ешқайсының. Аурудың ондай бәрі бар дейді, сөз бе? Қараңыз, тағы айтылып айтамын. Осы өлеңді негізі жаттап алыңыздар. Өтініш сіздерге. Өзі жол өзі. Шәкәрімде. Шәкәрім айтады онда. Аурусыз жанға айла жоқ. Аурулы жанға дәрі бар. Аурусыз жан қайда жоқ? Аурудың бәрі онда бар. Аурудың онда бәрі бар. Сонда бей дейді. Аурусыз жандар мыйсыздар дейді. Сонда жан мен мый байланысты екен. Жаны ауырмаған адам мый жұмыс істемейді екен. Мысалы, сіз жаңа үйленген кезде жақсы көресіз әйеліңізді. Ас түсінсіз, не керек, оның бүкіл тілектерін орындауға тырысаса, енді біраз уақыт өткеннен кейін жақсы көрмейтін боласыз. Енді қартаясыз, жаныңыз ауырмайтын болады, миыңыз. Сонда адам жаны ауырмағанда мида істемей қалады екен. Сонда әйелің айтады енді саған, осында білмейсің, бәрін саған айтуым керек пе? Рас па? Ана кісі күліп отыр. Неге? Бұрын бәрін біліп тұрған күйеуің енді топас болып қалды. Неге? Өйткені ми істемейді, сені жақсы көрмейді. Жанымен жақсы көрмейді. Жаны жақсы көрмеген адам мида істемей қалады екен, сөз бе? Соны әйелдер айтады, неге саған мен бәрін айтуым керек осының бәрін? Бұрын бәрін біліп қойды. Неге? Өйткені бұрын жаны ауырды. Жаны жақсы көріп тұратын әйел, сөз бе? Ғашықтың бұрын, сөз бе? Енді уақыт өте келеді, енді айтады ғой, жаңағыдай, негідегі, гректер айтады ғой жаңағыдай, не деді?
махаббатпен ана не бар ғой, махаббатпен ненің айырмашылығы дейді, қарама қарсы дейді. Анда не бар ғой, бір адам горячкамен ауырады ғой, қызып денесі, қандай ауырады соны? Жоқ, анда лихорадка, о, лихорадка. Сонда да лихорадка қазақшасы қалай? Лихорадка. Безгек, о, безгек. Сонда айтады, безгек ауру дейді, безгек ауру. Ақырын басталады дейді, рас па? Сосын апогейін жейді. Махаббат дейді, керісінше дейді. Былай басталады дейді. Таудан тасқын. Оны ақырында өшеді дейді. Сондықтан кейбір адамдар бар жаңағыдай мәңгі бақи несін жоғалтпайтын, жүрегіндегі махаббатын. Олар үнемі ана әйелдің жағдайын ойлайды. Қамқор болады. Болды енді шалыңыз сізді. Жақсы көре ме? Мана. Қандай бақыттысыз сіз? Ана жақта бір көмірді, мен бұл жақта бір көмірді жатамыз. Жақсы. Сонда қараңыздар. Шәкәрім айтып отыр. Бұл мысалға айтып отырмын, Шәкәрім айтады. Адам жаны ауырмаса, ми істемей қалады екен. Көрдіңіз бе? Ми істемейді. Мисыз дейді, сөзсіз бе? Сонда ми мен жан тығыз байланысты екен ғой. Адамның жаны ауырған сайын, яғни халқын жақсы көрген сайын, мида кірмес дейді екен. Сонда Шәкәрім айтады, ауырсыз жандар мисыздар дейді. Көрді? Мисызға ем қона ма дейді. Тәні сау, миы науқастар. Ондайға дәрі қона ма дейді. Тәні сау, миы науқастар. Сосын айтады енді, адам қандай болу керек дегенде айтады, миылыда ойсыз күн болмас. Ауырмай миы тұра ма? Миынан басқа ем қонбас. Емдейін ба деп сұрама дейді. Сонда біз көбінесе миымыз жұмыс етпейміз ғой. Неге? Өйткені ми жұмыс ету үшін сен жақсы көруің керек, жаның ауыруың керек. Мысалы, Абайға айтпаса не жетпеді? Мысалы, Абай мысалы, жаңағы 3 әйелі болды өзінің, байлық бәрі бар. Жатпай ма мысалы? Жаңағы өзі айтқанда жаңағыдай, жүректі байлап, сұлуды жайлап, қымыз ішіп, қазы-қарта кертіп жатуға болар еді ғой. Бірақ Абайдың не? Жаны ауырды қазақ, сөз бе? Жаны ауырғаннан кейін ми керемет істеді, сөз бе? Қазақ айтты. Көрдіңіз бе? Абайдың гений, феномен неде сыры? Ол қазақ үшін жаны ауырды, сөз бе? Абай айтады, қалың елім, қазағым, қайран жұртым дейді. Біз айта аламыз сөйтіп? Айта алмаймыз. Мені сондықтан балалар тәрбиелегенде қазаққа жаны ашитындай қылып тәрбиелеу керек. Сонда олардан болашақта генийлер шығады. Түсінесіз бе? Қазір кезде 30 жыл болды, қазақтың қамын ойлайтын бірде-бір жас жігіт шыққан жоқ. Қайда? Кешегі 27 жасындағы Сұлтан Махмұттар қайда? Момышұлылар қайда кеше полк басқарған 13 жасында? Жоқ қой, бірде-бір қазақ жоқ, баласы жоқ. Неге? Өйткені барлығын жаны ауырмайды. Неге? Барлығын біз тән үшін оқыттық. Кінәлі аналар ма? Өзіміз. Жоқ, бұл жерде былай мәселе. Бұл жерде кінә мында жатыр. Кінә дегенде, мысалы, мына сіздер отырсыздар ғой. Аналардың да, мысалы, ол ана да кінәлемей. Оны былай қанда былай. Мына отырған аналардың сапасы неге байланысты? Мысалы, қараңыздар, мен ылғи айтам. Жеміс ағашы бар ғой, жеміс ағашы жеміс беру үшін не істеу керек? Оны бағу керек. Түсінесіз бе? Халықта сондай. Халықты бақсаң дұрыстап, оның миы түзеледі. Бізге айтты ғой, мысалы, әркім қолынан келгенше өмір сүріңдер. Қолынан келгенше байыңдар деді. Рас па? Халық баққан жоқ ешкім. Халық бақпағаннан кейін халық өзінің деңгейі төмен түсіп кетті. Мысалы, қазір мен істеп отырмын. Мен қазір сіздерді бағып жатырмын. Бағу деген не? Бағу деген жеміс ағашын суару. Дұрыс жолға салу, тыңайтқыш беру, суару, күннің көзін беру. Сөзсіз бе? Әктеу, құрт түссе оны құрттау, құртын алып тастау, соны бағу дейді. Сол жемістің ағашын аққан адамды қазақ бағбан дейді. Сол сияқты елді бағу керек, сөзсіз бе? Әйтпесе мысалы,
сіздерді бақпаса, сіздер әркім өзінің білген деңгейінде, жаңағы қазақ айтады деген дей берсін, білген боғын жей берсін дейді. Сол біз боқ жеп отырмыз қазір. Неге? Өйткені ешкім бағып атқан жоқ бізді. Абай неге бірінші қара сөзінде бас тартты? Халық елді бағудан. Бұл елге бағым жоқ дейді. Неге? Өздеріңді ел болады деп айта алмаймын. Өз қолынан кеткен соң енді өз ұрқың. Бұл колонизация, сөзсіз бе? Орыс бізді басып алды. Хандық жүйені жойды. Өзінің билік жүйесін кіргізді. Қазақты итке сүйек тастағандай болыстыққа таластырып қойды. Арыз беру, шағымдану, алауыздық тудырды әдейі. Яғни Абай осының бәрін көріп айтады. Осы жасқа келгенше жақсы өткіздік па, жаман өткіздік па, біраз өмірді өткіздік. Енді қалған өмірімізді қалай өткізерімді білмей басым қатып отыр дейді. Ел бағу ма? Жоқ, елге бағым жоқ дейді. Неге? Не бір бағусыз дертке ұшырайын деген адам бақпаса, не албыртқан жастар бақпаса дейді, мені Құдай сақтасын дейді. Көрдіңіз бе? Сонда не? Елді не істеу керек? Бағу керек, сөзсіз бе? Қазақ айтады, бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын кетеді дейді. Сондан ол қазір сіздердің мақсаттарыңыз қандай? Сіздердің мақсаттарыңыз елді бағатын бала тудырып беріңіздерші, болды. Сіздер кері жоқ, жаңағы академик болғандарыңыз, доктор болған кері жоқ, бестен кері жоқ. Бай болған. Бізге қазір кім керек? Бізге елді бағатын бала туғызып беріңіздерші, болды. Абайдың 10 баласы болған. Соның ішінде Әбдірахман ғана ерекше. Неге? Абай айтады, кешегі өткен Әбіш туысы оның еректі дейді. Сөзсіз бе? Міне. Әбіштің феномен айтып отыр. Туысы оның еректі дейді. Баланы туғызу керек, дұрыстап. Сөзсіз бе? Яғни баланың болашақтағы гений болуы туысынан, от рождения. Одан кейін ғана барып жақсы ата, жақсы ана, жақсы. Әлбетте, дұрыс. Яғни ол жаңағы қазақ неге айтады? Бір адамға риза болған не дейді қазақ? Туысаң ту дейді ғой. Туысаң ту деп айғайлайды ғой қазақ. Біз оны ұмыттық қазір. Сонда баланы туғызу үшін күш тақырыпқа келдік. Дәл сіздердің тақырыптарыңыз. Ол үшін ананың өзі, астыңнан сені тапқан баланың астынан айналайын дейді. Көрдіңіз, жатырынан айналайын дейді. Сонда баланың сапасы қазақ туғысына. Сонда қазақ айтады, Мәшһүр атамыз айтады, меңіреу әйелден меңіреу бала туады дейді. Көңілсізден көтсіз бала туады дейді. Дұрыс па? Яғни, егер әйел меңіреу болса, көкірек көз жауық болса, одан көкірек көз жауық бала туады. Ол енді бір тамағым дейтін, сол бала туады одан. Сөзсіз бе? Сондықтан әйел адамның көкірек көзі ашық болуы дейді, өте маңызды дейді. Кім айтады? Мәшһүр айтады. Әйел адам дейді, білім алса дейді, білім қандай білім ал? Ол зәру білім алу керек дейді, зәру білім. Андай физика, химия емес, зәру білім алу керек дейді. Зәру білім деген не? Қандай білім? Зәру білім алу керек дейді. Міне. Зәру білім. Керек білім деген ме? Иә, өзі білім үш түрлі болады дейді. Усул фих деген кітап бар. Яғни, усул фих, бұл фих ілімдері, сонда білім үш түрлі болады дейді. Ғылым хаджалат, яғни қажет білім. Мысалы, үй салу, көпір салу, құдық қазу, киім тігу, қажет білім. Бірінші орында білім хаджалат дейді, қажет. Екінші ғилім зәрулат дейді. Зәрулат. Міне бізге осы, енді оны кім бидеп айтыпты, Ахмет Байтұрсынұлы, әдебиет теориясында, әдебиет танытқышта. Бірінші дейді оны, өнер екі түрлі болады дейді, өнер екі түрлі болады. Өнер дегеніз білім. Хонер, парсы тілінде білім деген сөз. Өнер білім бар жұттар тастан сарай салады. Сонда өнер екі түрлі болады. Бірінші тірнек өнері дейді. Тірнек өнері. Тірнек дегеніміз тірнек деп жені. Үй салу, яғни тұрмысқа қажетті ең керек білім. Үй салу, көпір салу. Одан кейін дейді көрнек өнері дейді. Яғни әдемілік, сұлулық, комфорт, оны көрнек өнері дейді. Ахмет Байтұрсынұлы. Өнер деген не дейді? Өнер деген адамның ақылы, ойы араласқан нәрсенің бәрі өнер дейді.
Сонда ол бізде қол өнер деген бар, иә? Содан кейін өнер кәсіп деген бар. Өнер кәсіп те өнер екен. Көрдіңіз бе? Сосын би өнері бар, ән өнері бар. Міне сонда қарасаңыздар, сонда айтып отыр, білім хажет білім, яғни тірнек өнері. Өйткені тамақ керек қой бізге. Тірнектеп жинау керек, тамақ, үй керек. Сонда абай айтады, аш адамда ақыл, ар, ұят болмайды дейді. Көрнек өнерін тудыру үшін бірінші тірнек өнерін шешіп алу керек. Рас па? Мысалы, қазір 3 күн тамақ бермеш, сіздер тыңдайсыз лекцияны, тыңдамайсыздар. Іштерің нәпсіңіз айғайлайды, тамақ, қашан тамақ бересің, дейді. Тыңдамайсыз ешкім, түсіз бе? Аш адамда ар, ақыл, ұят болмайды дейді. Сонда бірінші ғылым хаджалат, екінші ғылым зәрулат, үшінші ғылым хасанат дейді. Сұлулық туралы, хасана деген сұлулық туралы білім. Яғни хиджама кию, хиджаб кию, орамал тарту, сақал қою, бұл үшінші ғана екен. Сонда егер сен жұмысқа келіп, балашан астау керек қой, хаджалат. Саған егер сақалыңды алып тастау керек. Неге ол үшінші ғана дейді, бұл. Біріншісіне ғылым хаджалат. Сонда мәшһүр айтады, зәру білім алған әйел адам дейді, періште сипатына өтеді дейді. Көрдіңіз бе? Періште сипат байында жақсы күтеді дейді. Біз қыздарға қандай білім беру керек? Зәру білім беру керек екенбіз. Сонда зәру білім 5 нәрседен тұрады дейді. Бірінші, иманын сақтау. Екінші, жанын сақтау. Үшінші, ақылын сақтау. Қараңыздар қандай, иә? Одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін. Тұрмысқа шығады. Түріктерде бір мақал бар. Жоқ, түріктерде мақал бар. Bir дейді. Еркек сел дейді. Сел. Селді неке білесіздер ме? Павадық. Қатын гөл дейді. Қатын гөл дейді. Көл. Түсіз бе? Яғни, анау ағып жатқан, еркек тауып атқан табысы ақ кетпе үшін қатын көл болу керек, түсіз бе? Яғни, бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Әйелдің негізгі мақсаты еркегін тапқан бір малын екі ету. Ұқсату, дұрыс па? Көл. Сонда еркек сел, қатын көл дейді. Көл болмаса сел ақ кетпей ме? Сонда енді қараңыздар, иман сақтау, жан сақтау, ақыл сақтау, және енді не? Мал сақтау, міне. Яғни не? Шал ақын айтады, алғаның жақсы болса, дәулетіңе жөн келтірер. Алғаның жақсы болса, дәулетіңе жөн келтірер. Қатының долы болса, күнді өлтірер. Атадан жаман туған бала болса, үйде жатқан атаға сөз келтірер дейді. Қана тағы айтады, туған дейді. Атадан жаман туған бала болса, үйде жатқан атаға сөз келтірер дейді. Мені бесіншісі енді мал сақтау, енді не? Өздеріңіз айтыңыздар, бала сақтау. Әні. Түркістанға бардым мен, Түркістанда өзбектер көп Түркістанда. Өзбек көп, Түркістан білесіздер. Сосын мен сұрадым Түркістан жігіттерінен. Енді біз қазақтың жері. Түркістан бүкіл түркінің астанасы, түркі дүниесінің рухани астанасы. Неге өзбек көп? Неге қазақ аз? Бүкіл центральный көшенің бәрінде, жолдың бойында бүкіл өзбектер тұрады екен. Сауда жасайды, өзбектер тұрады. Түркістан. Неге олай деп сұрадым ғой мен, таң қалдым. Сонда айтады, жаңа Түркістан жігіттер. Омар аға дейді, өзбектер дейді, жиын тойда, садақада бірінші сұрағы, қызың байға шықты ма деп сұрайды дейді. Сөз бе? Қазақтар жиын тойда, садақада бірінші сұрағы, қызың оқуға түсті ме деп сұрайды дейді. Сіз бе? Егер оқуға түсті болса, қысылады дейді. Енді биыл түсе алмай қалды, енді келесі жыл түседі, қазір подкурсты оқып жатыр деп қысылады дейді. Сөзі дүниетаным. Өзбектер тәуелсіздік алған 19 миллион болған, қазір 34 миллион. Біз тәуелсіздік алған 16 миллионбыз, қазір 19 миллионбыз. Салыстырыңыз. Не? Дүниетаным. Енді мен айтам, өзбектер сонда қыздарын оқытпаймын, оқытады дейді. Не оқытады десем айтады? Педучилище, медучилище дейді. Екі-ақ нәрсе оқытады дейді. Педучилище, медучилище. Неге? Екеуі де зәру білім дейді. Екеуі де бала тәрбиесіне, бала сақтау, мал сақтау, ақыл сақтау, жан сақтау,
иман сақтау үйрететін ғылымдан үйретеді дейді қызға. Міне сондан әйел адам егер зәру білім алса, оның көкірек көз ашылады. Жан сарай ашылады. Жан сарай ашылған әйелден көкірек көз ашық бала туады. Оны Абай айтады, хауас сәлим бала туады дейді. Хауас дегеніміз сезім, сәлим толық сезімді. 5 сыртқы сезіммен қоса, ішкі 5 сезімі ашылған баланы Абай хауас сәлим дейді. Міне сондан әйел адам өте білімді болу керек. Бірақ қандай білім? Зәру білім алу керек дейді. Сөз бе? Ақыл, мысалы әдебиет оқысаңыз, ертегі оқысаңыз, дін оқуын оқысаңыз, адамның жанын сақтау, ақылын сақтау, иман сақтау, және экономикалық та білім керек екен, мал сақтау, Қазақ не дейді? Мал сақтау білімі қандай? Тарта жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады, қоймай жесең не қалады? Міне, мал сақтау ғылымы. Қазақтың әйелдер білген оны. Бала сақтау, Өйткені кім айтады ғой, педагогика деген еңбегінде Мағжан Жұмабаев, қазақтың қатындары дейді, баланы бесікке таңып тастап дейді, ел қыдырып өсек айтып кетеді дейді. Сосын баланы аузына шығыншат дейді. Сосын бала өледі дейді. Сосын айтады дейді. Не істейміз енді? Құдай өзі берді, өзі алды деп айтады дейді. Ол өзінің надандығынан баланы өлтіріп алғанда шаруасы жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Сонда баланы сақтап өсіру үшін де не керек екен? Білім керек. Міне сондықтан осы біздің әйелдеріміз, аналарымыз, бізге қазір біз кімге мұқтажбыз? Біз Абайға, Шәкәрімге, Мәшһүрге, Яссауи бабамызға мұқтажбыз. Оны тудыратын ол ең керемет еркек оны тудырамайды. Ғабит Мүсірепов айтады ғой. Ғабит Мүсірепов. Ең жаман деген әйелдің қолынан дүниеге адам әкелу келеді дейді. Сонда ең жаман деген әйел ең супер еркектен артық болып тұр ғой. Ең жаман деген әйелдің қолынан дүниеге адам әкелу келеді дейді. Сондан енді 2 сағат топты. Енді еңбек бөлісіне келейік, еңбек бөлісі. Сонда жалпы мынау негізі енді еңбекті бөлісу керек қой. Өйткені әділет деген ол еңбек бөлісі, дұрыс па? Сонда жалпы мынау Адам ата мен Хауа ананың оқиғасын білесіздер сіздер. Олар жұмақта өмір сүрген бұрын, сонда жылан келді, жылан. Ол кезде жыланның аяғы бар екен. Қазақ әліңгі қараңыз, қазақта айтады. Әккі, қу, сұм адамды қазақ не дейді? Ол жыланның аяғын көрген адам дейді. Айта ма? Сонда қазақтың санасын қараңыз қандай көне. Тәуреттің әңгімесін айтып отыр. Бұл жылан туралы әңгіме Құранда жоқ, Тәуретте бар. Сонда жылан дейді, жорғалап келді дейді. Сосын айт дейді, Адам ата Хауаға. Енді Алла тағала жұмақта айтты ғой. Жұмақта бүй деп айтты. Ішіңдер, жеңдер, бірақ мына бір ағаштың дәмін жемеңдер дейді. Жемеңдер, тыйым салды. Сөйтіп жылан келді. Жеңдер. Неге? Алла тағала сендердің өз сияқты мәңгілік өмірге ие болады, бізге жаңа конкуренция болады деп қорқады. Жеңдер дейді. Сөйтіп бірінші Хауаны жейді ғой. Қазақ айтады, қыздың көзі қызылда дейді. Жалпы әйел адам дүниеге жақын болады. Ана жеміске қызығып Хауаны жейді. Өзі жегенмен қоймай Адам атаға жегізеді. Өйткені мынау қазақта мақал бар, ханның жарлығынан дейді, қатынның қарлығы күшті дейді. Мағынасы сөздер ме? Қар деген қатын деген сөз ғой өзі. Сонда әйел егер күйеуіне бірдеңе істеткісі, ол істетеді екен. Ол өзінің бүкіл айласын салады, жылайды, сықтайды, назданады, еркелейді, бірақ істетеді. Соны қарлық дейді. Сонда қазақта мақал бар. Ханның жарлығынан қатынның қарлығы күшті дейді. Сен ханның жарлығын орындамауы мүмкін, ол алыс. Бірақ қатынның бірдеңе ойын алса істетпей қоймайды деп отыр ғой. Сонда анау Абай айтады ғой, атаңды анаң азғырып тұрғызбаған бейішке дейді ғой. Сол Абайдың өлеңі бар, атаңды анаң азғырып тұрғызбаған бейішке. Содан азғырып адам атаны жегізеді. Сол кезде Алла тағала айтады, оңбағандар бергендер дейді. Періштелерді жіберіп, үшеуін алдына қойды ғой. Неге орындамаңдар менің бұйрығымды дейді. Енді жазалаймын сендер дейді. Жыланға айтады, енді сен мынау тура жолдағы екі пендемді ажырған үшін бүгіннен бастап аяғыңды қырқып тастаймын, қарынмен жорғалап боғасайсың дейді. Сөйтіп жылан сол кезде айырылған екен. Аяқтан. Сосын Хауаға айтады,
сен дейді жыланның азғырған көңіл саған беретін жазам дейді, ол толғақ деп аталады дейді. Толғақ, Құдайдың жазасы екен толғақ. Ол үстін дейді өсе береді дейді. Түсінесіз бе? Сонда толғақ ол Құдайдың жазасы. Яғни бала табу, ана болу Құдайдың жазасы. Ал адам атаға айтады, сен дейді мына жұмақтағы керемет өмірді көтере алмадың ғой дейді. Сен бізді қойғанда көтерді дей ме қазақ? Ендігі жерде наныңды маңдай термен табасын дейді. Көрдіңіз бе? Сонда Құдайдың берген, еркекке берген жазасы еңбек екен. Егер еркек нан таппаса, ол бұзылады. Сонда Құдай тұрғыдан жаза, адами тұрғыдан болмысының ашылуы осыған байланысты екен. Құдай тұрғысынан минус, адами тұрғыдан плюс. Құдай тұрғысынан негатив жаза, адами тұрғысынан позитив. Түсінесіз бе? Сонда әйел адам бала таппаса бұзылады. Ашылмайды. Көрдіңіз бе? Құдайдың жазасы. Егер сонда бір не айтады? Ғалым айтады, ол жұмақ деген не? Жұмақ деген ол дейді адамның жануарлық жағдайы дейді. Жануарлық халі дейді. Ол Құдай тағала адамға осы жемісті жегізу арқылы жерде қуды ғой енді. Онда жұмақта дейді, онда ұят та жоқ дейді. Бәрі жалаңаш жүретін дейді. Адам Ева жалаңаш жүрді дейді. Содан жерге түскен кезде бір-бірін ұялып келіп, өзінің бүйірін, ұят жерін жапырақпен жаба қойды дейді. Сонда ол айтылған әңгімелердің барлығы дейді, ол адам хайуан болып жүреді дейді жаңағы. Ұялма. Мысалы, сиырларда, жылқыларда ұят жоқ қой мысалы. Бұл адамның жаңағы Құдайдың жазасы деген не? Ол адамның хайуандық деңгейден адамдық деңгейге өтуі екен. Жаза, Сонда толғақ Құдайдың жазасы. Ал адамдық тұрғысынан Құдайдың рахметі әйелге берген. Сол арқылы әйел адам ашылады. Сонда мәшһүр айтады, бала таппаған қатынның дейді, ішегі жіп болып кетеді, бүйрегі құрт болып кетеді дейді. Іші тарылып кетеді дейді. Яғни адамдық болмысы ашылмайды. Оны қазақ айтады дейді, пұшпаға қанамаған, Құдайға қаламаған шіркін деп айтады дейді. Әйелдің ішінен бала шықпай, әйел кеңімейді дейді. Яғни, мынау физикалық мағынасында емес, рухани мағынасында. Әйел адам әулиелікке сол жетеді екен. Аналық арқылы. 10 бала тапқан әйел әулие ғой. Әулие болады. Әулие болады. Неге өйткені неге әулие болады дегенде, өйткені ол тыныштықтың қадірін жетеді. Тыныштықтың қадірін жеткен адам әулие болады. Не дегенде кім айтады ғой? Мәшһүр айтады, тыныштықтың қадірін толғатып бала тапқан әйел біледі дейді. Тыныштықтың қадірі, түсінесіз бе? Монна Лизаның жаңағы кім Джаконда бар ғой атақты, сәби ұстап отырған, жас босанған. Соны Леонардо да Винчи ұстап алған ғой, жаңағы. Оның бетіндегі тыныштықты. Көрдіңіз бе? Әйел адам тыныштыққа қалай жетеді? Өйткені ол өлімнің алдына барып келеді. Өлімнің алдына барып келген кезде, өлім арқылы ол өмірдің екендігін түсінеді, түсінесіз бе? Өйткені босанған әйелдің бір аяғы көрде, бір аяғы төрде дейді қазақ айтады. Сонда мәшһүр кім айтады ғой? Мұқағали. Қомағай көңіл құмартып өткен әрнеге, тірлікте сонау түскенмін талай әуреге. Кешкен өмірде көрген бақытта барлығы жетпейді екен ғой бір күндік сенің сәулеңе. Неде табытта жатқан адам сөйлеп отыр да. Сосын айтады ғой. Бейдейді сонда. Тамшыдай ғана нұрына міне зарықтым. Өмір осы екен. Сырна енді қанықтым дейді. Сөз бе? Сонда ғой. Келмей, айтады ғой. Бейдейді. Қомағай көңіл құмартып өткен әрнеге, қомағай көңіл құмартып өткен әрнеге, тірлікте сонау түскенмін талай әуреге. Сонда бейдейді. Келмейді ау тілім. Өлгеннен сұра дер едім. Тірілерге өмір деген не екенін дейді. Сонда мәшһүр Мұқағалидың айтып отқан мәшһүр жеткізіп отыр. Қазақтың бұрын даналығы ғой. Соны айтады. Өмірдің не екендігін өліп көрде жатқан біледі дейді. Яғни әйел неге дана болады дейсіз ғой? Өйткені ол өлімнің алдына барып келеді. Өлімнің алдына барып келгенде Құдай тағала оған сондай не сыйлайды? Ешқайсысын ала алмайтын, ешқашандай кітапта жазылмаған, тек қана сезінетін бір ғажайып даналық сыйлайды. Сөзсіз бе? Ол әйелдердің тып-тыныш болып отыратын сол босанған бетте.
дүниеде жоқ, қу тірлікте жоқ, барлығы түкке жарамай қалады. Ол неге жеткен, жоғары ақиқатқа жеткен әйел, түсінсіз бе? Ерекше, түсінсіз бе? Сон тыныштық дейді. Сонда бұрын жалпы адам не дейді, Құдайдың түсінген адам, Құдайдың негізгі адамдарға берген ақпараты не? Тыныштық. Тыныштық. Қалғаны оның тәржімасы ғана дейді. Тыныштық, сөз бе? Сон бұрын қазақ бір-бірімен кездескенде тыныштық па деп сұрайтын. Тыныштық па? Яғни қазақ Құдайды түсінген, Құдайды таныған, өмірдің бүкіл тіршіліктің мәніне жеткен қазақ тыныштықты қадірін білетін. Мұқағалидың жаңағыдай өлеңі бар ғой. Күзетші деген өлеңі бар Мұқағалидың. Сонда ғой. Сәлем бере қалсаң мұратқа, тыныштық деп алдымын айт сұратпа. Тыныштық па балалар деп отыр қысы жазыш уақытта. Айтады ғой. Қыста таныс қоржыннан мұз артқан. Бәрі де таныс, өмір жасын мұз артқан. Соны бейдеді ғой. Төрт баласын тыныштыққа құрбан болып, енді күзетші болып бек. Сонда ол қарт дейді. Соғыста 4 баласын жоғалтқан ғой. Айта ғой, қартың отыр, түгенде ұпайың айырбастап 4 қара дейді. Сонда 4 баласын алып қалған екен адам. Сосын 4 келін 4 адам қозатқан. Сонда еді, ол тыныштықтың қадіріне қалай жетті дейді. Соғысқа 4 баласын беру арқылы осыған жетіп отыр дейді. Қарт қалғымай күзетші болып бекінді дейді. Сәл мызғыса 4 баласы 4 жаққа жоқ болатын сықылды дейді. Міне, сондан тыныштықтан қашан қазақ айырылды? Орысқа отыр болғанда. Абай айтады, қазақ енді тыныштықты қоңыр көрер, кем көрер дейді. Қазақ енді сыбырлап, бұқпай, өсек айтпай, мейірғанбайтын болды дейді. Қазір қазаққа бір-бірін кездескенде тыныштыққа деп ешкім сұрамайды. Не жаңалық? Оған Илон Масктың жаңалығын ашсаң көңілі көншімейді. Оған анау атып кетті, анау асып кетті, анау әйелмен жүріп қойыпты, анау айырылысып кетті десең ғана рахаттанады. Сондан не жаңалықтып сұраған қазақтарға мен айтамын. Ағылшындар айтады, no news is good news дейді. Жаңалықтың жоқтығы жақсы жаңалық, түсінсіз бе? Қазақ ешқашанда ешкім жаңалық сұрамаған, түсінсіз бе? Қазақ тыныштық па деп сұраған. Қашан біз соған жетеміз, сонда өзіміздің байырғы дүниетанымызды табамыз. Біз ішке тыныштыққа ие боламыз. Ал тыныштыққа ие болған адам, ол бір тұтас дүниетанымға ие болады. Сондан осы адам ата, еркек адам жұмыс істеу керек. Неге? Өйткені Құдайдың жазасы. Сондан еркек адам жұмыс істемесе аза бастайды. Абай айтады, жұмыс жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Әйел адам қашан аза бастайды? Тұрмысқа шықпаса, бала таппаса аза бастайды. Не? Ол Құдайдың жазасы. Сондан біздің қазақ қоғам мықты болу үшін бұл қызмет бөліну керек. Еркектер мал табу керек, әйелдер бала табу керек. Жоқ, оны қазақ айтып кеткен. Қазақ айтады, мал таппайтын еркек болмайды дейді. Құрарын айт. Оны кім құрайды? Әйел құрайды. Бала таппайтын қатын болмайды, тұрарын айт дейді. Міне, жапондар императорский университетке қыздарды алмайды. Ең жоғары қыздарды алмайды. Неге? Өйткені жапондар қыздарын тұрмысқа бейімдейді. Икебана, музыка, әдебиет, музыка үйретеді. Тұрмысқа бейімдейді, түсінсіз бе? А біз қыздарды қайда бейімдейміз? Мал табуға бейімдейміз. Жоқ, мал табуға. Сосын біз ренжиміз тағы, қызым тұрмысқа шығып кетсе. 4 жыл оқытып, дипломын нан жегізбей тұрмысқа шығып кетті деп. Соны аштан өлейін деп отырсың ба? Қызын жаңағы нан, қашан қазақ қызынан нан дәметіп еді. Біздің қараңыз қандай деңгейге түстік біз. Жақсы онда. Иә, 2 сағат сіздермен сұхбаттастық. Қадірменді оқырмандарым, осымен бүгінгі біздің кездесуіміз аяқталды. Ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, менің осы арнамның тұрақты көрермендері,
сіздерге осы бүгінгі кештен бір үлкен ғибратты, үлкен бір рухани азық алатын кеш болды деп ойлаймын. Егер де көңілдеріңізден шығып жатса, біздің осы қазіргі Омар бауырымыз айтқан халімізге түсіп жатсаңыздар, осы видеоның астына міндетті түрде пікірлеріңізбен бөліссеңіздер, ниеттеріңізбен бөлісіңіздер, жаңа үлпілді қойып, пікірлеріңізді жазып, осы ақпаратты бүкіл қазақ даласының анасына жеткізіңіздерші. Бізге бүгін біз аш емеспіз. Бізге бүгін осындай бір рухани азық қажет. Сондықтан да Омар бауырыма алғысымды айтамын. Сіздерден сұрайтыным, жақсылықпен бөлісіңіздер. Ол да бір сауаптың бір үлкен сауап деп ойлаймын, бір садақаның үлкен жолы деп ойлаймын. Осы көрген жақсылықтарыңызбен бөлісіңіздерші. Сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді, ұсыныстарыңызды естігім келеді. Мен міндетті түрде сіздермен комментарийда қазір қайтадан жолығамын. Қоштаспаймын.